панкейки дайындайтын боламыз. Оған керек заттар: қант, тұз, сүт, сода немесе разрыхлитель, ұн, күнбағыс майы, жұмыртқа және де банан. Ендеше біз бастаймыз. Ең бірінші бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Келесі кезекте тұз қосып араластырамыз. Міне дайын болды. Ендігі кезекте бананымызды алып, оны бөлек кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін оны ыдысымызға салып аламыз. Оны шанышқымен немесе миксермен араластырамыз. Міне дайын болды. Енді оны жұмыртқамызға саламыз. Араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сүтімізді қосамыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Міне дайын болды. Енді күнбағыс майын қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сода немесе разрыхлителімізді қосып, содан кейін қантымызды қосамыз. Араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымызды араластырамыз. Содан кейін бізде панкейкидің осындай қамыры шығады. Панкейкаларымызды пісірген кезде табамызды күнбағыс майымен майлап аламыз. Содан кейін барлық панкейкаларымызды пісіреміз. Міне дайын болды. Біздің панкейкаларымыз осылай піседі. Оны балмен әрлеуге болады. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.